Баршаңызға ассалаумағалейкум. Өкінішке орай бүгін негізі жеңіске жету деп шықтық. Кеше пресс-конференцияда Талғат Маруанұлы өзі де айтып кетті. Біз қорықпаймыз, 4 защитникпен ойнаймыз деп. Сол өздеріңіз көргендей, бізде 4 защитникпен мүмкіндік көп болды. Бірінші таймда Исламның шансы болды, Кенжебектің шанстары болды. Біраз моменттеріміз өзіміз сала алмадық. Сосын екінші таймда гол салғаннан кейін кішкене эмоциональды балдар жатып қалды. Замена кішкене ритмді төмен болып қалып, сол кесірінен айып добынан бізге гол салып кетті, өкінішке орай. Атмосфера өте керемет. Кеше ойынның алдында предигровой тренировка дейді ғой. Соған барған кезде бас бапкермен сөйлестім. Айттым, балдар дейтін екінші номермен ойнағысы келмейді. Кішкене өзімізді көрсетіп, жоғары прессинговать етейікші деп айттық. Сол біздің ұсынысымызды бас бапкер естіді. Бәріміз бір толқындамыз, өзінің де әзілдері бар бізге балдарға өтетін. Сондықтан бәріміз ризамыз бас бапкердің жұмысына.